Қазіргі уақытта әлем бір-бірімен тығыз байланыста болып жатыр. Сондықтан біздің ұлттық құндылықтарымызды сақтау өте маңызды. Олар біздің тарихымыз, мәдениетіміз, тіліміз бен дәстүрімізді көрсетеді. Ұлттық құндылықтар бізді біріктіріп, біздің кім екенімізді көрсетеді. Балаларды кішкентай кезінен бастап осы құндылықтарға тәрбиелеу, олардың болашақта жақсы азамат болуына көмектеседі. Балабақша балалардың өміріндегі алғашқы әлеуметтік орта. Сондықтан балабақшада оларға ұлттық құндылықтарды үйрету өте маңызды. Қазіргі технология заманында бұл құндылықтарды үйретудің жаңа жолдарын іздеуіміз керек. Жасанды интеллект бұл жолда бізге көмектесе алады. Балаларды қызықтыратын ойындар мен бағдарламалар жасауға мүмкіндік береді. Осылайша біз балаларға ұлттық құндылықтарды түсінікті және қызықты түрде үйрете аламыз. Жасанды интеллект білім беру саласына үлкен өзгерістер әкелуде. Бұл технология балалардың білім алу тәсілін өзгерте алады. Бағдарламалары әр баланың қабілетіне қарай бейімделіп, оларға өз қарқынымен білім алуға мүмкіндік береді. Мысалы, бағдарламалары балаларға қазақ тілін үйренуге көмектеседі. Балаларға қазақ тіліндегі сөздерді, сөйлемдерді үйрететін, грамматиканы түсіндіретін, қызықты ойындар мен тапсырмалар арқылы олардың тілдік дағдыларын дамытуға болады. Сонымен қатар, бағдарламалары балаларды ұлттық музыка, би және бейнелеу өнерімен таныстыра алады. Балалар ұлттық аспаптарды тыңдап, ұлттық билердің қимылдарын үйреніп, ұлттық нақыштағы суреттерді көре алады. Технологиялары балаларға ұлттық құндылықтарды тек біліп қана қоймай, оларды сезініп, бағалай білуге үйретеді. Балабақшада арқылы ұлттық құндылықтарды үйретудің бірнеше жолдары бар. Біріншіден, ойындары мен қосымшалары балалардың қызығушылығын арттырып, оларды оқуға тартады. Мысалы, балаларға қазақ халқының ертегілері мен аңыздары бойынша жасалған қызықты ойындар ұсынуға болады. Ойын барысында балалар ертегі кейіпкерлерімен бірге ұлттық құндылықтарды үйренеді. Дұрыс шешім қабылдауды үйренеді. Екіншіден, балалардың шығармашылық қабілетін дамытады. Виртуалды шындық технологиялары балаларға тарихи жерлерді көріп, ұлттық дәстүрлермен танысуға мүмкіндік береді. Балалар виртуалды әлемде ежелгі қалаларды аралап, көне заман адамдарының өмірімен танысады. Бұл олардың тарихқа деген қызығушылығын арттырып, ұлттық құндылықтарды бағалауға үйретеді. Төртінші бөлім – интерактивті ертегілер және мәдени ортаға ену. Технологиялары балаларды ұлттық мәдениетке жақындастыру үшін интерактивті ертегілер мен виртуалды шындық әлемін пайдалануға мүмкіндік береді. Балаларға арналған ертегілерді, аңыздарды және эпостарды қазақ тілінде тыңдауға мүмкіндік беретін қосымшаларын жасауға болады. Бұл қосымшалар балалардың тілдік дағдыларын дамытып қана қоймай, сонымен қатар оларды қазақ халқының мәдениетімен және дәстүрлерімен таныстырады. Виртуалды шындық технологиялары балаларға ұлттық мерекелерді, салт дәстүрлерді және ойындарды өз көзімен көргендей сезінуге мүмкіндік береді. Мысалы, балалар Наурыз мейрамын тойлап жатқан ауылға барып, ұлттық киімдерді киіп көріп, ұлттық тағамдардың дәмін тата алады. Бұл балалардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттырып, олардың бойында патриоттық сезімді қалыптастырады. Бесінші бөлім – тәрбиешілер мен ата-аналардың рөлі. Балабақша тәрбиешілері құралдарын қалай қолдану керектігін үйреніп, оларды оқу бағдарламасына енгізуі керек. Тәрбиешілер бағдарламаларының әр баланың қажеттілігіне сай болуын қадағалауы керек. Сонымен қатар тәрбиешілер балаларға технологияларын дұрыс пайдалануды үйретіп, оларды интернетте қауіпсіз жүруге үйретуі тиіс. Балалардың ұлттық құндылықтарды игеруінде ата-аналардың рөлі өте маңызды. Ата-аналар балаларға ұлттық дәстүрлерді үйретіп, олардың ана тілінде сөйлеуіне көмектесуі керек. Ата-аналар балалармен бірге ұлттық музейлерге, театрларға барып, олардың ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілігін арттыруға тырысуы қажет. Қорытынды, жасанды интеллект арқылы мәдени құндылықтарды дәріптеу. Қорыта келгенде, жасанды интеллект технологиялары балабақшада ұлттық құндылықтарды дамытуда үлкен мүмкіндіктерге ие. Балалардың қызығушылығын оятып, оларды оқуға белсенді түрде тартады.
Interaktivdi oyunдар, virtualды шындық және басқа да жиі негізіндегі құралдар балаларға ұлттық мәдениетті тереңірек түсінуге және бағалауға көмектеседі. Дегенмен, технологияларының тиімділігі тәрбиешілер мен ата-аналардың бірлескен жұмысына байланысты екенін ұмытпауымыз керек. Біз жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, балаларды ұлттық құндылықтарға тәрбиелеп, олардың еліміздің тарихы мен мәдениетіне деген сүйіспеншілігін арттыруымыз керек.